Достар, қайырлы күн баршыларыңызға. Бүгін сіздермен бірге айранды дұрыс ұйыту жайлы көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Кеттік. Ең бірінші сүтімізді ыдысымызға құйып алып, газымызды қосып жақсылап пісіріп алатын боламыз. Бетінде қаймағы осылай сүзіліп қайнай бастаған кезде ожауды алып бірнеше рет сапырып аласыздар. Ожаумен сапырғаннан соң сүтімізді көбірек қайнататын болсақ, бетіндегі қаймағы да көбірек болады. Сүтімізді алып, пиалаға 2 ас қасықтай етіп сүтті және 2 ас қасықтай етіп айранды қойып, жақсылап тұрып екеуін араластырып алатын боламыз. Сүтімізді банкаға құямыз. Сүтіміз бізде қатты ыстық, қатты мұздай болмау керек, орташа жылы болу керек. Содан соң тамызығымызды салып аламыз. Үйлеріңізде дәл осындай шашық немесе сүргі болатын болса, банканы қойып, ортасына крышкамен жауып, жақсылап тұрып орап, жылы жерге қоясыздар. Яғни 4-5 сағат тұрса жылы жерде сіздердің айрандарыңыз жақсы ұйытын болады. Міндетті түрде жылы жерге қою керек. Міне біздің айранымыз да дайын болды. Өте қою болып ұйыған екен. Бетіндегі мына айранның қаймағы да өте керемет болды. Дәл осылай бөлек ыдысқа салып алдық. Осыны да тамызық ретінде қолдансаңыздар да болады. Немесе егерде үйлеріңізде тамызық болмаса, әртүрлі жаңағыдай греческий йогурт секілді басқа да түрлерін қолдануға да болады. Міне біздің айранымызды көріп тұрсыздар, өте қою болған, дәмі енді өте керемет болып шықты. Достар, міндетті түрде дәл осы әдіс бойынша жасап көріңіздер. Және де біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді, лайк басуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Себебі біздің арнамызда түрлі сіздер іздеген рецепттер бар. Назарларыңызға рахмет.